мейрамы бұл табиғаттың өзінің қойнынан шыққан көктемгі күн мен түннің теңелуінен, табиғаттың бүкіл жаңағы жан-жануардың жаңаруынан пайда болған. Осыған байланысты бұл енді біздің арғы ата-бабаларымыз ең басында мына Наурызды тойламас бұрын. Бір апта бұрын мына бүкіл жаңағы өзі тұрған ауылдың маңайын бәрін тазалайды екен. Арық атыздарды жөндейді, бұлақтар болса көзін ашады. Адам өзі рухани тазалану керек. Бұл басқа мейрамдарда жоқ. Рухани жаңа біреумен ұрсықпаса, біреуге жаман ойласа, біреумен жаңа кек сақтап жүрсе, осының бәрі жойылу керек. Қыс бойы жаңағы көшпенді әбден сол қыстың қытымыры қыстан шыққаннан кейін бұл бір-біріменен араласып көріседі, содан кейін кісілерден баталады. Наурыздың бір ерекшелігі сол үлкен атаққа неден бат алсаң, сол өмір бір жыл сол өзің бақытты болады дейді.